Қазақ тілі 2 сынып 132 сабақ. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы сан есімді қайталау. 49 жаттығу. Ойлан, тап. Хайуанаттар бағында сары, көк және қызыл түсті тотықұстар бар. Сары түсті тотықұстардың саны көк түстілермен бірдей. Ал көк түстілердің саны қызыл түстілермен бірдей. Егер қызыл түсті тотықұс 3 болса, хайуанаттар бағында барлығы неше тотықұс бар? Жауабыңды жаз, сан есімнің астын сыз. Жауабы 9 тотықұс бар. Сан есімдердің астын сызамыз. Сан есімдер 3, 9. Шығармашылық үзіліс. 50 жаттығу. Сен саяхат жетекшісісің. Сенің міндетің балаларды өзің тұратын көшемен таныстыру. Ол үшін көше кімнің атында екенін анықта. Ол туралы ақпарат жина. Көше атауы болмаса, көше бойында орналасқан ерекше нысандар, дүкен, мектеп және тағы басқа туралы айтуға тырыс. Өз сөзіңде сан есімдерді қолдануды ұмытпа. Мен тұратын көше Абай Құнанбайұлының атымен аталады. Абай Құнанбайұлы қазақтың ұлы ақыны, ойшылы және ағартушысы. Ол көптеген өлеңдер мен қара сөздер жазған. Біздің көшеде бір мектеп, 2 дүкен және 1 балалар алаңы бар. Көшенің бойында үлкен ағаштар өсіп тұр. Көшеміз өте таза әрі әдемі. Маған өз көшем ұнайды. Себебі ол тыныш және адамдарға ыңғайлы. 51 жаттығу. Жоспар бойынша мәтін құрастырып жаз. Жоспар. 1. Қазақстан жері. 2. Қазақстан халқы. 3. Қазақстанның көрікті демалыс орындары. Жоспар бойынша мәтін құрастырамыз. Қазақстан үлкен мемлекет. Оның жері кең әрі әдемі. Қазақстанда таулар, көлдер және ормандар бар. Қазақстанда көп ұлт өкілдері тұрады. Халықтар тату және достықта өмір сүреді. Біздің елімізде балалар білім алып, спортпен айналысады. Қазақстанда көрікті демалыс орындары көп. Бурабай ұлттық паркі өте әдемі. Адамдар ол жерге демалуға барады. Тағы Медеу мұз айдыны белгілі демалыс орны. 52 жаттығу. Айман орманға саңырауқұлақ теруге келді. Алайда орманда улы саңырауқұлақтар өте көп еді. Олар қызыл түсті. Сен Айманға жеуге жарайтын саңырауқұлақ тере алатындай жолды табуға көмектес. Балалар, суретке қараймыз. Суретте 1 жолда қызыл саңырауқұлақтар бар, олар улы. 2 жолда да қызыл саңырауқұлақтар бар және қасқыр бар. Бұл жолда қауіпті. 3 жолда, бұл жолда да қызыл саңырауқұлақтар бар. Ал 4 жолда бақа мен қоян бар және көк саңырауқұлақтар бар. Олар жеуге жарамды. Сонда Айман бақа мен қоян бар жолмен жүруі керек. Өйткені ол жолда көк саңырауқұлақтар бар. Олар жеуге жарайтын саңырауқұлақтар. Ал қызыл саңырауқұлақтар улы. Міне балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақтарды көру үшін арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.